Қуғыншы отряд Балағаз бен Абылғазының тобына Шыңғыс тауының ішінде оңай кездесті. Оқыс айқасып қалған, ұзақ қуғын болды. Бірақ қаладан көп шықпаған, ел жайын, жер жайын жақсы білмейтін солдаттар бұл қуғында да шорқақтық істеді. Тау ішінде шаба алмай, ерлерінің қасын ұстап, бос өбектеп кейіндей берген. Өздері және оба тауының барлығын құбыжық санайды. Ұзын дүрбілерін қайта-қайта суырып ап, тесіле қарап, күндізін тұрып алады. Қашқындардың қарасын таныған Төлепберді мына бөгөөстерге жаман күйетін. Осының дәл осы бір кеңірдектей немесін құртар ма еді? Сойылмен перейін бе осы кеп, деп тісін қайрайды. Бірақ амал жоқ, сөйтіп отряд шабан болды. Соны байқаған Балағаз біраздан соң атын тежеп, артын болжаған. Қуғынның алдын өктеп жүрген ырғызбай жігіттер екен. Төлепберді мен оның інісі Елеусіз және Жұмағұл көрінді. Қашқын жігіттер қолға түспейтіндерін ұққан болатын. Абылғазы мен Балағаз екеуі де жолдастарын Шыңғыстың бір Тарлау өзегіне салып, жөнелтіп жіберіп, қастарына жалғыз Әділханды алып, бір тұмсықтан тосып қалды. Жау алыста деп еркін шауып келе жатқан Төлепберділер үздік-создық келе жатқан. Балағаз қуғыншының алдындағы Жұмағұл мен Елеусізді ілгері өткізе беріп, тиіп кеп кетті. Екі жігітке қарсы бұлар үшеуі боп араласқан. Қайың сойыл, қара шоқпарды екі-үш рет айқыш-ұйқыш тиісті. Әрі мықты, әрі айлакер Балағаздар Жұмағұл мен Елеусізді меңдетіп кетті. Ес жиып, айқай салуға мұрша бермеді. Балағаздың өзі мен Абылғазы ана екеуінің сойылдарын ұшырып жіберіп, бір-бір-ақ салып ұрып жықты. Екеуінің астындағы аттарын да іліп алып, тартып кетті. Қуғыншының алдында оп-оңай ұйпап алып кеткен жауларға отряд енді беттей алмай қалды. Барлық топ ұйлығып тұрып, сол арадан кейін қайтты. Бірақ тек қайтпады. Қашқындар атшабардың басын жарып, атын алып кеткендіктен қайта жүрген сапарда бұл отряд момын елді шапты. Жігітек ішіне келіп, бейбіт отырған Қараша, қаумен ауылдарын ірі қараларын қуып кетті. Жалғыз бұл ауылдар емес, көршілес Үркімбай, Қарақандардан да мал алды. Әр үйдің бір-бір бұт артарын, жапа-жалғыз сауындарын қуып кетті. Бұндай істерде бүгінге шейін болып көрген еместі. Не көрсе, айыпкердің өзі көретін, қол еткеннің мойны көтереді десетін. Тәкежан жаңа сұмдық бастап, кемпір шал мен қызыл қарын жас баланың талшығына да шеңгел салды. Кешке шейін осы хабарды тегіс естіген жігіттегі ауылдары үрпиісіп қалды. Заман не боп барады? Күн райы қалай бұзылды? Ит ашуын тырнадан алғаны ма деп тіксінді. Сыбайлас, көтібақ бөкенші де мынау қимылдарды ұнатпады. Әсіресе батқаны жағсыз қауменнің жаза шеккені. Бұның Балағаздан безіп шыққан жұрттың бәрі естіген. Ал Үркімбай, Қарақандар болса тіпті жазықсыз. Кімнен көрерін, не деп көрерін білмесе де, қалың ел тағы бір бәре түйілді деп күңкілдеп қалысты. Болыстың кеңсесін Тәкежан Мұсақұлға кеп, өз қыстауына құрғанды. Айналасындағы Тілмәш, Старшын, атшабарлармен бірге Майбасар, Жақып сияқты ақылшылар көп. Топыры мол, бұл жиын Балағаздың қылығына кіжіне түсіп, жігіттек ішін істеп отырған орынды сыбаға деп білді. Осыдан 3 күн өткен соң отряд қайтып кетті. Бұлар кешелер тағы шығып, іздеп көрсе, Балағаздар кездестіре алмаған. Тегінде жұртты сескендіріп, қашқындардың жүрегін шайлықтыру үшін шығарылған отряд еді. Жаңа ұлықтың қоқан-лоқысы істелді. Енді қайтқанына болыста қарсы болмаған. Оларды жөнелтіп жіберіп, қазір піргауыр жиып, қағаздарын мығымдап, қалаға шағым жолда қалып жатыр. Тәкежанның әскер әкелгенін Абай жиренген болатын. Қалың елді үркіткен сотқар қылықтарын Жидебайға келуші жұрттан естіп, Абай атқа мінгенді. Мұсақұлға келсе, Базаралыда сонда екен. Ол Абай көзінше Тәкежанға салмақ салды. Алыссаң, тентекте бізбен алыс. Онсыз да титығына жетіп отырған момында нең бар? Қатын баламызды аштан қырам демесең, алғаныңды қайтар. Жалғыз жарым сауын мен тірлік осы сен әкеткен азғана қарада тұр. Жайымыздық ағайын, деп еді. Тәкежан оң сөйлеспей ашуға басты. Әлі түк көрген жоқсың. Балағаз Абылғазын ұстамай басылмаймын.
елге әрекет салып отырған мен емес, солар, деген. Базаралы ыза болды. Ендеше балағаз ұсталғанша тамам елге көгендеп тізем десеңші. Тәкежан бұған қарсы түрсе қоя берді. Әлі сен қайран ара ағайын боп шықтың. Өзіңді биететін кім осы? Балағаз үшін айыпкер етпей, кепіл етпей отырғанымызды неге ағайын деп білмейсің? Шынға келсең мен айтайын. Балағаз тыйылмайтын болса, ендігі отқа сен күйесің. Құтылмайсың. Бұл зілінен Базаралы қорыққан жоқ. Ой, жаратқан Тәңір, ақыл есі болған естиярмен сөйлесіп отыр екем десем, жаңылыппын ғой. Сен де бір атарман екенсің ғой. Бүйткенше атшабарың Жұмағұлдан жауап алып, қайта беруім керек еді ғой, деді де тұрып кетті. Абай Тәкежанның терістігін айтып, сөйлесіп көрмек еді, ағасы араласпа, килікпе, деп қатты серіпті. Осы кеңседе отырып, Абай бүгін әзірленіп жатқан қағаздарды байқады. Барлық мөр, пүргуар, қол мен таңбалар жігітек жігіттерінің сорына әзірленіп жатыр екен. Сол кеште Семей қаласына үкілі почта жөнелді. Оны да білді. Осы білгенін Базаралыға айтып кеп, бұл дүлейлер тағы бір мол бәлені шақырып отыр ғой. Тағы да бір Тоқпамбет Мұсақұл шатағын көрмей тынбас. Тек ел жасымасын да, қорықпасын, Базеке. Ұшық-ұшық әлі дауыл емес, деді. Базаралы өзінің амалсыз келгенін айтты. Малынан айырылған аш-арық осыған кеп салмақ салып, ең болмаса барып арылып кел деген екен. Абай Базаралыны тоқтатып қойып, Майбасар, Жақып, Тәкежан үшеуін оңаша шығарып алды да қатты ашу айтты. Еркекпен еркекше алысудан жеңілесіңде, қатын балаға батырсисың. Кеше өзі жұтап қап, өзі аштыққа ұшырағалы отырған елдің аузындағы сусын алып, не беттеріңмен отырсың? Осымен ең әуелі сот алдында басың кетпей ме? Тамам елдің дүр сілкіндіріп отырсың. Осыныңнан қайтпай, аман отырып көрші қане, деп Тәкежанға қорқытып сөйледі. Сендердің берген ақылың осы ма? Тым құрса сендер ұялсаң нетті? Қайтарыңдар қазір елдің малын, деп Майбасарға бұйырып сөйледі. Тәкежан Абайдың бұл бұйрығына ішінен ыза болды. Бірақ қарсыласуға бата алмады. Әкесінің анау күнгі Абайға болыс бол деп көз жабысқаны есіне түсті. Егер мына жолда Тәкежан теріс боп, Абайдікі оң боп шықса, қатер көп. Құнанбай ұлылықты бұдан алып Абайға беріп қояма, қайтеді. Тым құрса әкесінің беті анық болса екен. Ал әзірше ол жақтан хабар жоқ. Жігіттікке істегенді мақұлдай ма, жоқ па, мәлім емес. Сол себепті Абай жауап қатпады. Ойланған кісі болды. Қалайда Абай салмағы осал тиген жоқ. Майбасар мен Тәкежан болмаса да Жақып ойға түсті. Бұл өзгелерге оңаша ақыл салғанда, Балағаз Абылғазыны ұлыққа қуғызғалы отырмыз. Солардың қағазын мықтап болса да Семейге тез жөнелді. Тентек деген азық қуайық, шығара қуайық, мына малды қайтарыңдар, деген. Осымен Базаралы бұл жолда келген жұмысын тындырып, жазықсыз елдің малдарын алып қайтты. Бірақ жігітек ішінде Тәкежанның естіген қорлық сөздерін айта келді. Балағаздардың үстінен қатты қағаз кеткенінде айтқан. Базаралының өзімен тілдеспейтін балағаздар осы күндерде Қарашаның аулына күндіз-түні кісі жіберіп, хабар ошар алып тұратын. Арада 3 күн өткенде Шыңғыс ішіне бір тосын хабар таратады. Семейге Тәкежан болыс жөнелткен үкілі почта талантты, тобықты жерінде емес, уақ жерінде, Мұқыр деген жардың тұсында ұшырапты. Енді бәле молайды деген лақаптар дүңк-дүңк шығады. Тәкежанның балағаздарды көрсеткен қалың қағаздары анық үкілі почтамен жөнелтілген. Ол почтасы 3 салт атты. 2 қоржындары мен мойнындағы былғары сөмкелері қағазға толы. Тымақтарының маңдайларына үкінің бір талғанатын жапсырған Жұмағұл, Қарпық және бір атшы жігіт Масақұлдан шыға сала шапқылай жөнелген. Жол бойынан лау мінгенде дегбірсізденіп, үкілі почта деп қолда аяққа тұрмай дігір салып мінетін. Дәл осы шапқыншы бір күн, бір түн жүріп, енді соңғы түн ішінде Семей түсеміз деп келе жатқанда Мұқыр жырасына жеткен.
Сол уақытта қар салдарынан қара жолмен келе жатқан 3 салт атты көрінді. Шауып келе жатқан атшабарларға аналар тұпа тура келді де, бірден бірі араларына сұғылды. Сөйтті де бір сәтте Жұмағұлдарды жағадан сарт-сұр ұстай алып, аттан жұлып-жұлып түсірді. Алысады деген ойда жоқ. Шапқыншылар бөгде жолаушы деп селғос келе жатқан және қатты талып шаршағандықтары да барды. Енді аттарынан қалай үшіп түскендерін байқамайды қалған. 3 жігітті 3 ақ жігіт алды. Беттерін қара шүберекпен таңып, алған жаулар бір ауыз үн қатқан жоқ. Почтаның бар қоржынын, бар сөмкесін тартып алды да жөнеп берді. Бұл қимылды істеген Әділхан болатын. Өзі төртбақ келген айлагер мықты Әділхан осы почтаны әдейі андығанды. Жұмағұлдардың аттарынан қуып отырып, жаңа кешке аналар Күшікбайға түсіп, шайға аялдағанда ілгері өтіп кеткен. Қасындағы жолдастары Найманнан келген 2 ер жігіт. Үшеуі өз жұмыстарын оп-оңай жайлады да Шыңғысқа қарай қайта тартты. Закон жағынан қарағанда бұл істің арты жаман болатын және қашқындар халіне пайдасы аз іс болатын Әділхандар есептемеген. Тәкежан шағым айдапты. Почтасына бүгін кеткелі жатыр дегенді өз ауылына келіп ести сала, Әділхан ызаменен қайнап кетіп қуа жөнелген. Тіпті арттағы Балағаз Абылғазыға да ақыл салмаған. Бірақ істелер іс істеліп қалды. Шыңғыс сыртында Сыбан мен Тобықты жайлауының жапсарында жатақты жататын 3 кедей ауылы барды. Балағаз бен Найман жігіттерінің бір мекені сол. Бұл ауылдар осы күзде тегіс ашаршылыққа ұшырап, қақпан құрып, тышқан аулап, сорлап тұрған кезінде Балағаздар айқасты. Келді де Тоқтыға келді. Сауын сиырлар мен мінер аттар да берген. Осы ауылдың шеткі бір үйінде Балағаз Абылғазылар жатқанда Әділхан жетті. Жігіттер Әділханға мақтау айтып, өкінбеске бекінді. Енді болыс қалаға тағы шабат. Малтығып жүріп, әнеугіде отряд шығарады. Оған шейін итім жатсын ба? 3-4 күн ат тынықтырып, азық қамдап, сайланып алайық та Найманға тартайық. Аз күнде қар да бекиді. Жас шыққанша Найман ішінен қайтпаймыз. Оған шекті жұмыста ескіреді десіп, байлау жасасты. Бірақ Құнанбай есебі бұлардан тақсырақ екен. Ол Тәкежанмен қоса Ырғызбайдың үлкендерін жиған. Бұлар ғана емес, Байсал, Сүйіндіктер де шақыртып алды. Асқан екен Балағаз, жерге қақпай тынбаспын. Енді ара түсер кім бар екен? Қолымнан алып көрсінші, сол қашқынның бәрінде айдауда шіртем, осыны істемесем, Құнанбай болмай кетейін деп жаман қалшылдады. Жиған жұртқа ақыл салған жоқ. Байлауын айтуға баталасуға шақырыпты. Осы күні дәл сол жиынға көз қылып, Тәкежанға қала шап деді. Отряд әкел, қырғын көрсін бұл тентек ел деп бұйырғанды. Жұрт тарап кетті. Барлық үлкендер Балағаз ойлағанды ойлап, қалада ұлық пен отряд келетінін күтті. Бірақ сыртқа осындай лақап шашып жіберіп, Құнанбай дәл осы түнде 30 кісілік қол қамдады. Бұл түн Әділханның Балағаздарға жаңа жеткен күні. 30 жігіттің қастарына 5-6 тазы қосып беріп, қаруларын іштеріне тыққызып, Құнанбай 1 сағат ішінде Шыңғыстың сыртына қарай суыт жүргізіп жіберді. Балағаздың жатағын Тәкежандар білмесе де, Құнанбай үйде жатып біліп алғанды.